саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сарып ауруының патологиялық анатомиялық өзгерістері, аурудың асқынуы. Бүгінгі сабақта сарып ауруының этиологиясы жайлы, балау және де ажыратып балау жайлы айтатын боламыз. Сарып, микробактериоз, негізінен сирақтың бақайы, кей жағдайда ауыз, желін, жыныс мүшелері, өкпе, бауыр, бұлшықеттер мен басқа да мүшелер мен ағзалардың іріңдеуі және де өлі еттенуі арқылы ерекшеленетін жұқпалы ауру болып табылады. Бұл ауру барлық жерде тараған және жұқпалы екені мәлім болған. 19 ғасырдың 60 жылдары Франция мен Италияда қойдың тұяқ ауруы ретінде сипатталды. Кейіннен клиникалық белгілері бойынша шірік тұяқ, панорициум, таз ерін, гангреналық дерматит, некрозды немесе дифтериялық стоматит деп те аталды. Қоздырушысын бірінші рет Роберт Кох бөліп алды да толық сипаттамасын Леффер берді. Бірақ ұзақ уақыт бойы бұл бактерия негізгі қоздырушысы емес, қосалқы микроб ретінде қарастырылды. Сондықтан да микробактериоз әртүрлі дене мүшелерінің зақымдануына байланысты бірнеше дербес ауруға бөлініп, тек 1932 жылы Ревнивых солтүстік бұғысының тұяқ ауруын зерттеу нәтижесінде некроз таяқшасының этиологиялық маңызын түпкілікті дәлелдеді. Алдағы суретте микробактериоз ауруының қоздырушысын көрсек болады. Қоздырушысы бактериум некрофорум деп аталады. Ауасы бағасыз, қозғалмайтын, спора түзбейтін, қауашақсыз өте полиморфты микроб болып табылады. Жағындыда жіп тәрізді дөңгеленген, ұзын немесе қысқа таяқшалар, сопақша, көк тәріздес әртүрлі пішінде кездеседі. Төзімділігі жағынан некробактериоз қоздырушысының оншама ерекшелігі жоқ. Несепте 16, көңде 50, сүтте 35 тәулікке дейін, жайылымдағы ылғал топырақта 3 айға дейін сақталады. Зарарланған заттарда кептірілгеннен соң бөлме жағдайында 18 градуста 1-2 тәулікте өледі. 100 градуста қыздырғанда 1 минутта, күн сәулесінде 8-10 сағатта, 60-65 градуста 15 минутта өледі. Марганец, қышқылды калий, риванол, лизол, фенол, формальдегид, күйдіргіш натрий, креолин және де тағыда басқа дезинфектанттардың үйреншікті концентрациясында некроз таяқшалары 5-30 минутта өледі. Індеттік ерекшеліктері: сарыппен барлық үй жануарлары, көптеген жабайы және де аңдар ауырады. Бұл ауруға әсіресе солтүстік бұғысы, қой, ешкі, сиыр, шошқа, жылқы, үй қояны, құстардан тауық бейім келеді. Ересек жануарлардан гөрі жас төлдер жиі ауырады. Зертханалық жануарлардан қолдан жұқтыруға тек қана үй қояны мен ақ тышқан бейім болып келеді. Адам да бұл аурумен ауырады. Инфекция қоздырушысының бастауы ауру және де бактерия алып жүруші жануарлар болып табылады. Күйісті жануарлар ауырып жазылған соң бактерия алып жүруші болып қалады. Қоздырушы таз қарын мен ішекте айлап сақталады да, оны күйіс қайырғанда үнемі аузындағы жынынан сирегірек нәжісінен бөліп алуға болады. Дерттенуі негізінен жарақаттанған немесе қабынған тері, болмаса кілегейлі қабықтар арқылы жұғады. Қоздырушысы енген жерінде қолайлы жағдай болғанда ғана өсіп өнеді. Өтуімен симптомдары: инкубациялық кезеңі 1-3 күнге созылады. Клиникалық белгілер жануарлардың түлігі мен жасына, аурудың түрі мен өтуіне байланысты болады. Жас төлде сарып жіті, ал ересек малда жітіден төмен және де созылмалы өтеді. Әртүрлі мүшелердің дертке шалдығуына байланысты аурудың 4 түрін ажыратамыз: терідегі, кілегей қабықтардағы және де ішкі ағзалардағы мен сүйектегі сарып бөлінеді. Терідегі сарып аурудың ең жиі кездесетін түрі болып табылады. Ол сыртқы мүшелердің зақымдануы арқылы білінеді. Көбінесе малдың сирағында ұшырасады. Сиыр мен шошқаның мойны, тұла бойы, желіні, жас төлдің кіндігі, құлағы, құйрығы зақымданады. Патологиялық анатомиялық өзгерістер: сиыр, қой, жылқы, бұғыда патологиялық өзгерістер негізінен сирағының бақайы мен тілерсек буынында шоғырланады. Дерттену басталғанда тері қызарып, домбығады.
Балау сарпқа бастапқы диагнозды аурудың клиникалық белгілері бойынша сирақ пен бас терісінің, ауыз бен жыныс мүшелерінің, кілегей қабықтарының кешіріңіздер, зақымдануына қарап қояды. Аса бір көңіл аударатын белгі ол іріңдеп, бөлектенген ағзалардың өзгеше жағымсыз иісі болып табылады. Қойда сарпты шірікбақайдан, жұғымтал эктимадан, аусылдан, шешектен, қозының стрептококты полиартритінен ажыратып балау қажет. Емі ауырған малдарды бөліп алып, едені құрғақ алаңқайда, жауын-шашын өтпейтін, асты құрғақ қорада ұстайды. Ең алдымен дертке шалдыққан ұлпаларды мұқият тазалап, жарақаттанған терінің маңайындағы жүнді тақырлап қырқады. Өлі еттенген ұлпаларды қабыршақтанып кеткен ірің мен сора бөлінділерден мұқият аластап, антисептикалық ерітінділермен жуып шаяды. Сульфаниламид препараттары мен тетрациклин, пенициллин қатарындағы антибиотиктердің бірін қолдануымызға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.